Безіну. Авторы Камал Альпизова, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Кенже өзінің жолын қуып, журналист болған қызының университет газетіне шыққан тырнақалды мақалаларын мөлдір Кенже қызы деген бүркеніш атпен жариялап жүргеніне оншалықты мән берген жоқ. Жас журналистің қай-қайсысына мақаласына оқыс сын естимін бе деп қаймығатынын біледі ғой. Өзінің де басынан өткен, ол да талай рет осы тәсілді қолданған. Мән бермегені де содан болар. Оны айтасыз, кішкентайынан өскенде мамам сияқты журналист боламын деп жүретін қызының алғашқы мақалаларына басқаның емес, мұның өз атын қойғаны Кенженің көңіліне мақтаныш, масатыну сезімдерін оятқан. Журналистің өмірінде бүркеніш ат пайдалануға мәжбүр болатын жайлар аз ба? Кейде өз басынан өткен, жаныңа батқан бір жай күй, күні-түні есіңнен кетпей, ойыңа тыншу бермей, еріксіз қаламыңды қолға аласың. Сырыңды, мұңыңды ақ қағазға манаттап барып, жаның жай табады. Мұндайда әлде біреулердің әсіре қызығушылығын қорғану үшін аты жөніңді өзгертіп жазуға тура келеді. Көркем әңгімелеріне біздің қоғамға сіңісе қоймаған, басқа елдерде қалыпты жағдай болғанымен, қазақы ортада ерсі көрінетін тақырыптарға жазған мақалаларына да бүркеніш атын қойған кездері болған. Әсіресе соңғы 10 жыл бойы отбасы туралы айтары жүріп, адам қатынасының қат-қабат иірімдері, әсіресе ер адам мен әйел арасындағы нәзік те құпия сырлар туралы жазған кездерінде ол тәсілдің тіпті артықшылық жақтары бар екеніне көз жеткенді. Ертеңде ешкіммен ебедейсіз қалжың естімейтінін білген, ол тақырыпқа барынша еркін бөлетін. Қызының студенттер өмірінің келеңсіз жақтарын жазған кейбір мақалаларының соңына фамилиясын жазуын сөз болып отырған кейіпкерлерден қорғанғаны деп ұқты. Оның үстіне оқу орындардағы жағымсыз жағдайдың көпке жария болғанын басшылардың ұнатпайтын тағы белгілі. Ұнатпақ түгілі түсіне қою да екіталай. Ондайда әдетте оқу орнының атына кір келтіріп отырған жайдың шығуы, тарау себебін біліп, шара қолданудың орнына мәселені көтеріп отырған журналисті жазықты етіп көрсету, айыптау науқаны басталып кететін тағы бар. Фамилиясын көрсетпеуі солардың тарапынан қудалы бола ма деп сескенгені болар балапанның. Өзі оқыған 4 жыл ішінде студенттердің бәрін ығыр еткен, бірақ батылы бар, ешкім ашып айта алмаған мәселе туралы қызының сөз қозғап, мәселе көтергені Кенжеге қатты ұнады. Мақаланың тақырыбы бірден назарыңды аударады. Сессия кезіндегі баға сату және сатып алу. Қашанда күштінің әлсізге көрсететін әлімжеттігіне қарсы шығып, қолынан келгенше араша түсіп жүретін мөлдірдің сессия кездерінде студенттерге кейбір оқытушылар тарапынан көрсетілген қысымға, сол сияқты кейбір көкелерінің арқасында оқып жүрген білімсіз жастардың жақсы бағалу үшін жасайтын жағымсыз істеріне төзбеушілік танытып, оларды ашық айыптап жазуы анау-мынау азаматтың қолынан келе бермейтін ойлағанда кеудесі мақтаныш кернеді. Құттай ғана батырым сол, әділ төрем сол деп күбірледі мақаланы оқып болғанда. Әттең, сенің осы жанайқайыңды естір құлақ табылар ма екен? Бүкіл қоғамды жайлап алған дерт қой ол. Барлық кеселдің басы осы баға сату мен сатып алуда екен, сен де көрерсің бе деп қорқамын. Бүгін баға сатып алғандар, ертең ақшалық қызмет орнын, тиімді адамдармен достықты сатып алады. Осылайша жалғаса береді. Қашан тыйылар екен осы бір қаулап өскен арам шөптей кесілді әдет. Сенің ақшаға дәріп сатып алғанымен, денсаулық сатып алуға болмайтын сияқты, бағаны сатуға болар, бірақ білімді сатып алуға болмайтын осындай ұстаздар мен студенттер ойланса екен деген сөздердің межелі нысанына жеткендей. Қызының жазғандарын үзбей қадағалап отыратын Кенже бірде мөлдірден оның кейінгі кездерде жариялаған танымдық мақалаларына, студенттердің Ыстықкөлге жаяу саяхатынан жазылған жолжазба материалына неге фамилиясын жазбаған сұраған. Әңгімеден қашқаны болар, әйтеуір мөлдір сонда. Ой, бәрібір емес пе, мама, деп әр нәрсені сылтауратып әңгімені басқаға бұрып әкетті. Қойған сұрағы сол күйі жауапсыз қалды. Одан кейін екеуі бұл тақырыпты қозғамаған. Содан да болар, алғашында көңіл түкпірінде қолайсыз бір түйткіл сезім туындаса, бірте-бірте бұл жай ұмытылып кеткенді. Арада бірер ай өткенде
жасы 45-ке толуына байланысты куәлігі мен төлқұжатын ауыстыру керек болып, кенже аудандық ішкі істер бөліміне барып, тиісті құжаттарын реттей бастады. Сурет керек деген соң, қызын ертіп барып төлқұжатқа арналған суретке түсті. Әшейінден құнтай бермейміз ғой осы. Кел, екеуміз бірге түсейік, деп мөлдір екеуі иық түйістіре отырып та бір рет түсті. Кенет қызы: мама, мен де куәлігімді өзгертсем қайтеді, деді бұған ойлана қарап. Сенің ауыстыратын мерзімің әлі болған жоқ қой. Куәлікті әдетте 25 жасқа толғанда, немесе фамилиясын, аты жөнін өзгерткенде ғана ауыстырады. Мен сол фамилиямды, аты жөнімді ауыстырсам ба деп ойлап жүрмін. Қапелінде аузына сөз түспей аңтара тұрып қалған Кенже біраз мүдіріп барып тіл қатты. Сонда қалай деп ауыстырған келіп жүр? Мөлдір Кенже қызы, деп. Ол тіпті күтпеген сөз еді. Не дерін білмей тұтықты да қалды. Баласының мінезі өзіне мәлім. Қандай кезде болмасын, он ойланып, жүз толғанып барып бір шешімге келеді. Және бір қасиеті, өз ойын іштей әбден пісіріп алғанша, ол туралы ләм деп ешкімге тіс жармайды. Оның бұл қасиетін жақсы білетін жолдастары араларында әлде қандай дау туындап жатса, қашанда төрелікті Мөлдірге айтқызады. Ал марқұм әжесі: ақылдың кені ғой бұл, деп айналып толғанатын. Барлық әжелер сияқты өз немересін асыра бағалағанымен де, қарт ана сөзінің жаны бар екенін бұлар үй ішімен түгел мойындайтын. Тіпті кейде рұқан-талқан болып ашуланған кезде оған да тоқтау айтатынын қайтерсің. Қызының қашанда әділдікті іздеп жүретін турашыл, жалтақтап бұқтақтамайтын өжет, айтқанынан қайтпайтын бір бет екенін де біледі. Сондықтан іштей наразы болып тұрса да, осы жерде оқыс сөйлеп, мәселені ушықтырып алмауға тырысып, бұл аяқ асты шешетін мәселе емес қой, ойланайық, деді. Қайтар жолда қызы автобус терезесіне сыртқа қараған қалпы тас болып қатып қалғандай отырды да қойды. Бірер рет сөзге тартпақ болған оған мұңлы жаңарын қадап басын шайқағаннан кейін-ақ Кенженің жүрегі сыздап қоя берді. Бала кезден солай, мөлдір әлденеден көңілі қатты қалса тығылып үндемей қалатын. Үйге келген соң да қызы сөйлескісі келмейтін, қас қабағынан танытып, басы ауырған сылтауратып төсегіне барып жатып қалды. Сол түні екеуі екі бөлмеде дөңбекшіп шықты. Ертеңіне жұмысына келсе, қызды кітапта үңіліп, әлденені шұқшия оқып отыр екен. Бұл әдетінде біледі. Ешкіммен сөйлескісі келмесе, осылай тұқшиып кітаптан бас көтермей қояды. Не оқып отырсың, Көнтай? Ертеңгі семинарға дайындалып отырмын. Қызым, мен алдай алмайсың. Менімен кешегі тақырыпта сөйлеспеу үшін сабағыңды алға тартып отырсың ғой. Бірақ екеуміз ашық сөйлесіп, мәселенің басын ашып алуымыз керек. Мама, бұл шешімге бір күнде келген жоқпын. Бәрін ойлап бар, сізге айттым. Біздің елдің салтында баланың аты жөні әкесі бойынша жазылады. Сенің әкеңе өкпелеп осылай істемек болғаныңды да түсінемін. Бірақ мен оныңды құптамаймын. Неге? Өйткені сенің әкең бар. Рас, біз ажырасып кеттік. Тағдырдың жазуы солай болды. Адасқан шығар. Бірақ біз бір-бірімізді шын жақсы көріп қосылғанбыз. Сендер адал некеден туған перзентсіңдер, жаным. Кезінде қалай тату-тату тұрғанымызды, оның сендерді қалай жақсы көрген айтып жүрмін ғой. Оның бәрін біз оған кектеніп өспесін деп ойдан шығарған сияқтысыз. Себебі мен ес білгеннен көргенім үйдегі ұрыс жанжал болатын. Содан қорқып үйден қашып шығып, екеуміз талай көшеде жүрмедік емес пе? Одан бері қанша жыл өтті, ұмытатын кезің болған жоқ па, балам? Жоқ, мама, ешқашанда ұмытпаймын. Мен айтасыз, Бөкен де Ақжол да ұмытпайды. Білесіз бе? Бірде ол осындай қырғын салып, содан кейін әдетінше жоқ болып кеткенде, мен екеуіне: мамам неге папама тұрмысқа шықты екен деп сұрағанмын. Олар қайдан білсін, иықтарын көтеріп, шынымен неге шықты екен дегендей бір-біріне қарап қалған. Бірақ мен содан кейін күйеуге тиген осындай болатын болса, тұрмысқа шығудың не керегі бар деп ойлайтын болдым. Кенже қызын құшақтай алып бауырына басты. Жарығым, жарығым, олай деме құлыным. Ерлі-зайыптылардың бәрі сондай болады деп ойлама. Анасының құшағы ежіреткен даусы буын-буын босатып, бағанадан бері ширығып сөйлеп тұрған Мөлдір солқылдап жылап жіберді. Жылап отырып сөйлей берді. Адасты дейсіз. Адасатын ол 15 жасар балам еді.
әлде сезімін игере алмайтындай солқылдаған жас па еді? 40-қа келгенде әкем дүниенің қызығын отбасындағы тату тірліктен емес, әйелдермен қыдырудан іздегені деген ойдың өзі ұят. Намыстанамын ондай адамның атын алып жүруге. Ал жарайды, басқа әйелмен шатасты екен. Бәріміздің басымызға әңгір таяқ ойнатпай-ақ тып-тыныш қана кете бермеді ме? Біз тым құрмағанда жақсы мінезін еркелеткенін сағынып жүретін едік қой. Кенже қызының сөзін бөлмеді. Ішіндегі шерін тартқасын деп қойды. Оның үстіне сөйлейін десе, әлдене тамағына тұрып қалғандай бір сәт даусы шықпай қалды. Ал екі қолдың ортасында туып өскен, қайсар болып өскен, әншейінде көзіне жас ала бермейтін Мөлдір осы уақытқа дейін тістеніп тығылып жүрген болуы керек. Бұл жолы солқылдап жылап, жуық арада басыла көзінен тарам-тарам боп аққан жасын алақанымен сүртіп қойып, көкірегінде жиналып қалған бар шер мұңын, өкпе наласын армансыз төкті. Жұрттың әкелерін көріп жүрміз ғой. Әке сияқты, біздікіндей, тек куәліктегі жазу емес, әп-әдемі болып жүр. Ол қызын тәрбиелеп, өсіріп жатыр. Тіпті ақылсыз балаларының өзін ақша төлеп оқытып жатыр. Әкелік парызын өтеп. Ал біздің үшеуміздің алдымызда оның әкелік парызы жоқ па? Мен ауруханада жаттым, іздеп келді ме? Бөкен үйленді, қол ұшын берді ме? 18-ге, 20-ға толдым. Ойына кіріп шықты ма? Балалар үшін бір игі іс істеді ме? Бір ауыз жылы сөз жоқ болса, сонда әке деген не үшін керек? Оның атынан безінбейтіндей не қалды? Солқ-солқ етіп жылап жатқан қызының шашын сипап отырған Кенже іштей оның айтқанымен кеспесіне амалы жоғын ойлады. Бәсе, соңғы кездері әдетінше әкелері туралы, бәрі бірге өмір сүрген кездер туралы шуақты бір әңгімелерді айта бастаса, Мөлдір үн-түнсіз орнынан тұрып кететін еді. Көңілі әбден қалған екен ғой. Қызы әбден жылап-жылап, ақыры мұның тізесіне жатқан күй ұйықтап кетті. Ара-тұра өксіп демалады. Ұйықтап жатқан қызының әкесіне тартқан қою қара қасы мен кірпігіне, қара торы жүзіне қарап отырып, оның кішкентай кезінде мен папам деген кезінде аузынан түсіп қалғанмын дейтіні есіне түсіп еріксіз күрсінді. Қатты өкпелеген екен. Ашу біразға дейін қайтпайтын сияқты. Сабасына түссін. Араға уақыт салып барып сөйлескенім дұрыс болар деп ойлады іштей. Түні бойы дұрыс ұйықтамағандықтан болар, таңертең қызының тұрып оқуына кеткенін байқамай да қалды. Мөлдір әдеттегідей шай қойып ішіп, дастарханды мамасына әзірлеп, үстінен ақ орамал жауып кетіпті. Стол шетінде бір жапырақ қағаз жатыр екен. Алып оқыды. Мама, жаныңызды ауырттым-ау. Бірақ сіз маған екеуміз нені де болса бөлісіп көтеруіміз керек деуші едіңіз ғой. Бұл менің жанымды езген мұң, жүрегімдегі жүк. Кеше айтпасам, бұдан кейін көтере алмас едім. Ақындар әкені жырға қосып жатады. Мен ол өлеңдерді қабылдай алмаймын. Себебі мен өлеңдерді айтылған әке қамқорлығын көріп, ақылын тыңдаған жоқпын. Жиын тойларда, әке туралы жыр айтылғанда ешқашан қосылмайтыным сондықтан. Бізді жақсы көріп, болашағымыз үшін қабырғасы қайысқан әке болған жоқ. Ұлдарын білмеймін, ал мен ондай әкенің атын арқалап жүргім келмейді. Сондықтан ерте ме кеш пе бәрібір құжатымды өзгертемін. Мені үгіттеп көндіремін деп әуре болмай-ақ қойыңыз. Бұл менің әбден ойланып қабылдаған шешімім. Кенже қолында қағазға тез-тез қарап отырып қалды. Назарларыңызға рахмет. Осы әңгімеден кейін өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер.